Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий. Армысыздар алдалаш, армысыздар қалың елім қазағым, армысыздар қарорман қалқым. Бүгін таңғажайып лекция. Соғыс тоқтауы мүмкін. Орыс медиасы Еуроодақ Путин мәселесінде басқаша көзқарастар айта бастады. Еуроодақ талқы жасап Ресейге басқаша санкциялар енгіземіз деп отыр. Орыстың медиалары жазғандай, ойбай, Украинаны достары сатып кетті дегеннің керісінше, нақтылы нағыз шындық. Орысты өзінің ең адал одақтасқан достары сатып кетті. Енді алдағы 15-20 минутта осы тақырыпты талқылаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біріншісі, соғыс тоқтауы мүмкін. Бұл соғыс тоқтауы мүмкін деген әңгімені біз орыстың медиаларында айтылып жатқан аталмыш Украинаның достары сатып кетті, Украинды НАТОға кіргізбейтін болды деген алақайлаған ақпараттар немесе орыстың ықпалындағы шуылдақтардың жазғанына қарата отырып, өзіміздің анализімізді жеткіземіз. Ендеше бұл әңгімемізді бізбен бірге тыңдаңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар, айнала 60-70-ге жеткізіп тастаңыздар. Бірінші, НАТО Украинаның шұғыл түрде жылдам процеспенен Еуроодаққа қосылу мәселесін қабылдамай тастады. Енді бұған орысшылдар менен орыс ықпалындағы медиалар алақайлайтындай түкте жоқ. Бұның себебі не? Бірінші нәрсені кесіп тұрып айтамын. Себебі НАТОның келісімі бойынша шұғыл түрде мемлекетті қабылдау процесі, мейлі баяу түрде қабылдау процесі болсын, оған мүше елдердің, Еуроодақтың мүше елдерінің барлығының бірден мақұл болуы, әр елдің бірден мақұл болуы керек. Бұл бір. Екіншісі, бұл процесс оны шұғыл түрде қабылдау процесін тоқтатып тастады. Яғни енді басқа елдерді қабылдаған кездегі сияқты баяу түрдегі процесті басы бүтін тоқтатты дегенді білдірмейді. Яғни Украина енді алдағы уақытта, кез келген уақытта өтінішін беріп, жаңағы НАТОның қорғауындағы елдердің қатарына қосылуына әлі мүмкіндігі бар. Ендеше Еуропа бұндай шешімді неге қабылдады? Неге бұндай шешім қабылдады? Себебі барар жері басар тауы қалмаған, халқы азық-түліктен тартып киім-кешек, шекер, ұн, күріш, сумайға дейін тонап, макаронға дейін тонап, консерві, дайын азық-түлік өнімдеріне дейін, тіпті дайын кеспелерге дейін тонап жанталасып жатқан Ресей, бүкіл банкі банкрот болған қараңғы нарықта доллардың $1 бұрынғы 80 рубль болатынан ұшып, банкте 150 рубль, қараңғы нарықта 500 рубльге дейін жеткен Ресей, бүкіл экономикасы туралап тасталған болған Ресей, енді қайтты Путин Лукашенкомен болған сұхбатында, енді егер Украинамен сөйлесуге мүмкіндік болады дегенді білдірді. Тағы бір не деді? Зеленский оның алдында Путинге қоңырау шалған, ал оның трубканы көтермей қойғанын айтса, ендігіде Путин Зеленскиймен сөйлесуге дайын екенін білдірді. Әрине, бұл деген сөз үлкен алдыға ілгерілеу, себебі Путиннің осындай сөзді айтқанның өзі ол шарасыздықтан бар. Бірақ